Достор, мен өзүмдүн буга чейинки көтөрүп жүргөн 12 Pro Max телефонумду ойнотуп жатканымды билесиздер. Спонсорлорго дагы аз эле орундар калды. Эгер спонсор болом, мага 10 000 подписчик керек десеңиздер, анда ушул WhatsApp ссылкага кайрылыңыздар, организаторлор жооп берет. Жана тезинен спонсор чогулса, тезинен ойнотом дагы, ушул өзүмдүн телефонумду ээсине тапшырып берем. Анткени жакынкы күндөрү мен өзүмдүн телефонум келет, 15. Ал келгичекте ошо 12-ни ээсине тапшырып берип салсам, сонун болот эле. Ошол сиздерге дагы менин ийгиликтерим. Түн ортасы болуп, мый деген шатасы батыр, бас деген катып кетти. Мен эфирде болгон кезде келгенде эсикти бирөө тыкырлаткан. Сонымен үйдө адам балалар менен турам, балалар барып эсикти ачкан. Нұрдәулет бөлмесин көрсөтүп, Нұрдәулет осындай затын сурап жатат, срочно деген. Ол чыга алмайт. Сосын мен бөлмеме кіргенде ақтарған заттарымның барлығын ақтарып ақшаны тапқанда сөйтіп лып етіп шығып кеткен. Ошым үйдегілер дым түсінбей жатыр. Ошым әлі шоке болып жатырмын. Іздеп жатыр ошым, айтқанда. Ұйқы жоқ, бас деген қатып жатыр. Достар, ассалаумағалейкум, баршаларыңызға қайырлы күн. Түнімен ұйықтамадым. Қымбат басым деген ауырып тұр. Жалпы мен бұл адамды тапқан сияқтымын. Мен түнімен ойландық, болғандық. Мүлдем күткен жоқпын негізі. Осы жөнінде барлығымен өзім телеграмымда айтам. Сол жерде бөлісетін болам барлығымен. Солай. Барлықтарыңызға қайырлы кеш, үйге қазір ғана келдік. Және де сіздерге айта кететін ең маңызды ақпарат, қазір мен сіздерге белгілеп кететін сілтеме менің өзімнің жақыным, өзімнің танысым десем болады. Сіздерге 3 айдан 48 айға дейін кредит шығарып беруге көмектеседі. Және де 5 банкпен олар жұмыс жасайды. Және де сіздер бұрын черныйда болдыңыздар ма, болмадыңыздар ма, историяңыз қандай анау дегенге қарамайды. Главный, қазір сіздерде просрочка болмауы керек. Сол себепті қазір сіздер осында кіріп жазсаңыздар болады. Ешқайда бармайсыздар, ешқайда барып әуре болмайсыздар. 3 минуттың ішінде онлайн барлығы шығарып береді. Қазір өтіп, жазып, біліп, толық ақпарат алсаңыздар болады сол кісіден.